Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын қамыры жұп-жұмсақ болатын екі түрлі пицца дайындаймыз. Бұл пиццаны жеген адамдар барлығы менен рецептісін сұрайды. Міндетті түрде мен рецебімен дайындап көріңіз. Видеоны аяғына дейін қарап, каналға тіркеліп қойыңыздар. Каналға күн сайын жаңа видеолар шығатын болады. Жаңа видеоны бірінші болып көру үшін қоңырауды басып қойыңыз. Ең алдымен қамырымызды жасап аламыз. Жылы суымызға тұзымызды саламыз. Содан соң 2 қасық қант саламыз. Ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Он 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Он 15 минут өтті, біздің апорымыз дайын. Үстіне 1 қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды аламыз да үстіне жаңағы дайындаған апорымызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Ары қарай қалғанын құйып, жақсылап қамыр илейміз. Суымыз көп болып кетсе, үстіне кішкене ұн қосамыз. Жұмсақ, әдемі қамыр илейтін боламыз. Жұп-жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді оның бетін жауып, 40 минутқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Біздің тестамыз көтерілді. Бетіндегі пленканы алып тастаймыз. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Мен 2 пицца дайындаймын, сондықтан 2 пиццаға қамыр иледім. Біреуін қайтадан ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз. Ал мына қамырымызды мен оқтаумен жаямын. Кішкене ұн себемін да, қамырымды оқтаумен жаятын боламын. Аса қатты жұқа қылмаймыз.
Біздің тестамыз дайын. Енді оны противенге салатын боламыз. Мен астына сұйық май жағып, сосын қамырымды салдым. Қамырдың шетін осылай бүгеміз. Бүгіп аламыз осылай шет-шеттерін. Әдемі болу үшін. Енді біз ішіне жағатын соусымызды дайындаймыз. Оған мен томат қолданамын. Томат пен майонезді жақсылап араластырамын. Үстіне майонез салып, жақсылап араластырамыз. Енді кисточканың көмегімен мен оны тестама жағып шығамын. Барлық жеріне жағып шығасыздар. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Мен колбасаны алып, ең бірінші пиццаға домалақ қылып салатын боламын. Енді ары қарай сары помидорды тураймын. Менде 2 түрлі помидор, біреуі сары, біреуі қызыл. 2 түрлі түсті помидор қосатын боламын. Енді болгар бұрышын соломка қылып тураймыз. Оны мен екінші пиццаға дайындап қоямын турап. Бүкіл салмамызды бірінші турап дайындап аламыз. Ендігі кезекте чорканың мына жағымен сырымызды өткізіп аламыз. Бұл біздің пиццамыздың бетіне себуге қажет болады. Енді тестамыздың үстіне колбасаларды тізіп шығамыз. Өз фантазияларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Әркімнің үйінде, холодильнигінде қандай зат бар, сондай затпен жасай берсеңіздер болады. Помидормен, сладкий перецпен, колбасамен де жасауға болады. Ол нәрселер жоқ болса, жай ғана колбасамен, сырмен де жасауға болады. Не обязательно барлығын салып. Міне менде осылай болып пісті. Енді үстіне сырды саламыз. Тек 1 минутқа ғана духовкаға салып аламыз. Одан көп салмаңыздар. Күйіп кететін болады. Енді келесі пиццаға
Колбасамызды соломка қылып тураймыз. Барлығын соломка етіп турап аламыз. Барлығын енді пиццаның үстіне қоямыз. Ары қарай бүкіл салмамызды салып шығамыз. Барлығын осылай салып шықтық. Міне менде екіншісі осылай болып пісті. Міне достар, өте керемет, нәзік, жұмсақ болып піседі. Дәмі деген өте керемет. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әсемгүл Дәулетқызы. Менің төмен жақта Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.